Қыз баланы есік бетке отырғызбаң, босағада тұрмаң. Бұл сияқты сөздер халқымыз арасында кеңінен ұшырасады. Хош, бұл сөздің түп мәнісі хақында төмендегіше риуаятта сөз етіледі. Нұх пайғамбардың 3 перзенті болыпты, 2 ұлы, 1 қызы бар екен. Қызы кенжетайы болып ер жетіпті. Нұх пайғамбар мұдам дастархан басында жасы кіші болуына қарамастан қыз перзентін өзінің жанына төрге отырғызып қояды екен. Бұнан қапа болған перзентлерінің бірі әкесіне қарап былай депті: «Аға, қарындасымыздың жасы кіші болуына қарамастан не үшін мұдам оны дастархан басында өзіңіздің жаныңызда төрге алып отырасыз?» депті. Сонда Нұх пайғамбар перзентлеріне қарап былай депті: «Балам, Алла Тағала үйдің құт берекетін қыз баланың басына қондырып қояды екен. Егер қыз бала есік бетте отырса, құт береке қапа болып үйден шығып кетеді екен. Егерде қыз бала тұрмысқа шығып басқа үйге көшер болса да, құт береке сол үйде босағада қалып кетеді екен. Кімде-кім босағада тұрса, құт береке міне сол инсанға өкпелеп үйден шығып кетеді екен. Сондықтан да балаларым, қыз балаларды есік бетке отырғызбаң, босағада тұрмаң», деп уасият етіпті.